Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай үлкен болып көтерілетін, дәмді болып пісетін, өте қарапайым, оңай пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге 6 жұмыртқа, кәдімгі шай кесемен 2 кесе қант қажет болады. Екеуін жақсылап миксермен ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Міндетті түрде әппақ көбік болғанша миксерлеу қажет. Сол кезде пирогтарыңыз үлкен, көлемді, биік болып шығатын болады. Шамамен 5-6 минуттай миксерлейміз. Енді бізге кәдімгі майонез кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Осындай ас қасықпен 6 қасық майонез салатын боламыз. Оны да араластырып миксерлеп аламыз. Және жаңағы шай кесемен қанша қант салдыңыздар, сонша 2 кесе ұн саласыздар және үстіне 2 шай қасық разрыхитель саласыздар және шетінен бастап миксерлеп біріктіретін боламыз. Міне массамыз дайын болды. Енді осыны ыдысымызға құямыз. Менде бұл ыдыс үлкен 26 сантиметрлік ыдысқа құйдым. Сіздер 24-ке де құйсаңыздар болады. Пешке салып 35 минутқа пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан градусын өздеріңіз пештеріңізге қарай қоясыздар. Менде 200 градуста 35 минутта пісіп шығады. Міне сіздерге кесіп көрсетейін. Осындай биік, іші әппақ, жұмсақ болып шығатын болады. Ең оңай дайындалады. Ең тез дайындалатын менің сәтті рецепттерімнің бірі.